Халықаралық спортты дамыту ісі ең алдымен жас жеткіншектер арасында қолдауға ие болу тиіс. Осыған жіті көңіл бөлген Қазығұрт ауданында жасөспірімдер арасында кіші футболдан облыстық сайыс ұйымдастырылды. Кіші футболдан жарысында ұландар тек сергіп қоймай, өздеріне спортта серік дос тапты. Жарыс жалауы Ұлы Отан соғысының 75 жылдығына орай көтерілді. Сайыста облыс көлемінен 9 жасөспірімдер командасы бақ сынасты. Шараның негізгі мақсаты жасөспірімдер арасында салауатты өмір салтын насихаттау, балаларды спортпен айналысуға ынталандыру. Сол арқылы ұсақ құқық бұзушылықтың орын алмауына жергілікті билік тарапынан көмек көрсету. Жарыс қорытындысына сәйкес жеңімпаз командалар ұйымдастырушылар тарапынан бағалы сыйлықтар мен дипломдармен марапатталды. Жасөспірімдер арасында кіші футболдан облыстық турнирді ұйымдастырып жатырмыз. Ұлы Отан соғысының 75 жылдығына орай, және мынау Кеңес одағының әскерлерінің ауған соғысынан шығарылуына 31 жыл толуына орай ұйымдастырып жатырмыз. Жасөспірімдеріміздің мынау жаман қылықтардан аулақ болу мақсатында ұйымдастырып жатырмыз. Мынау спортшыларымыз осы жерде іріктеліп, үлкен халықаралық республикалық турнирге қатысады.